Отан партиясының сайлау алды бағдарламасын іске асырудың жол картасын отандық депутаттар облыстық маслихаттағы фракция отырысында талқылады. Жиынға қатысқан аймақ әкімі Оңдасын Оразалин алдағы 5 жылға арналған жобада тұрғындарды алаңдатқан мәселелер түгел қамтылғанын атап өтті. Әсіресе қоршаған ортаға қауіпті мұнай қалдықтарын қайта өңдейтін зауыт салу, сүт шығаратын ферма ашу, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт кешені аймақтағы елдің тұрмыс жағдайын жақсартуға сеп болады деп отыр. Фракция мүшесі Бақыт Жаншаева болса, праймери және үгіт насихат науқаны кезінде шалғай ауылдардағы ағайынның да ұсыныс тілектері жол картасына енгізілгенін жеткізді. Сол кездегі біздердің праймериздегі сайлау алды бағдарламамыздың ішіндегі нақты жұмыстарымыздың бәрін қолға алып, бүкіл өзіміздің Нұр Отан партиясына атынан сайланған фракцияның депутаттарына жүктеліп, жұмыстарын бастауға жиыны өтіп, мінекей сол нақтылап шешіліп жатыр. Жиынға қатысқандар жобаға қатысты ұсыныстарын айтып, құжат жан-жақты пысықталды. Жол картасы енді партия филиалының саяси кеңесі бюросында бекітілмек. Нұротандықтар барлық сайлау алды уәделерінің орындалуына жүйелі бақылауды қамтамасыз етуге білек сыбана кіріспек. Айта кету керек, праймери және үгіт насихат жұмыстары барысында тұрғындардан жиналған 1000-нан астам ұсыныстың 82% аймақтың жол картасына енген.